өзіміздің министр дәулеттің несі бар, қаржылық сауаттылық бойынша. Дәулеттің ба? Иә. Тегін өттіңіз бе? Тегін курсы бойынша, иә. Достарым арасында болды бір жағдай. Кредитке біреудің артына алып берген, содан өзі төлеуге тура келген, сондай жағдай есімде қалған. Халықта андай не бар? Барлығына жету керекпіз, барлығымен бірге таласып, бірдей өмір сүру керекпіз деген нәрсе бар. Сол себепті қаражатына қарамай отырып, кредитті оңай деп көреді, сосын кредитпен ала салады бүкіл затты. Сөйтіп, тереземіз тең басқалармен деп ойлап отырады. Адамдарда қаржылық сауаттылықтың төмендігі. Төмендік дегенде амалдың жоқтығынан істейтін сияқты нәрсенің барлығын. Өзіміздің министр дәулеттің несі бар, қаржылық сауаттылық бойынша. Дәулеттің ба? Иә. Тегін өттіңіз бе? Тегін курсы бойынша, иә. Жалпы қаржылық сауаттылық бойынша бұл қоғамға өте жақсы жоба деп есептеймін. Көптеген жастардың барлығы оқып жатыр. Мен өзімнің таныстарым да соны оқып жатыр. Қарап біліп деген секілді. Адамдар пайдалана бастаса, ол белгілі бір деңгейге жеткізетінін біліп тұрмын, жақсы нәтиже беретінін. Сол себепті барлығыңызды осы қаржылық сауаттылық бойынша сабаққа қатысуларыңызды ұсынамын. Не үйреніп шықтыңыз өзіңіз үшін? Өзімнің қаражатымды уже белгілі бір проценттер бойынша есептеймін. Сол проценттер бойынша жұмыс жасаймын. Соның арқасы деп ойлаймын, мен осы жақында Еуропаға барып келдім. Сол қаражат, баяғы қаражат негізінде, бірақ Еуропаға бару мүмкіндігі пайда болды менде.